Барлықтарыңызға қайырлы күн. Достар, бүгін бізде 11-ші сабақ New York Midnight стратегиясы бойынша әңгіме айтамыз. New York Midnight. New York Midnight есі стратегиясы. Жалпы New York Midnight стратегиясы үшін біз нені қолданамыз? Жалпы New York Midnight стратегиясы үшін біз индикатор қолданамыз. Dark Trader деген индикатор бар. Бізге нені көрсетеді? Сессияларды және де басқа сызықты көрсетеді. New York Midnight сызығын көрсетеді. New York Midnight дегеніміз New York Midnight Франкфурт сессиясына дейінгі бір сағат бұрын ашылатын блок немесе зона деп айтсақ болады. Прямой бірден графиктен мысал келтірейін, жалпы бұл ненің логикасы қалай болады? Бізде New York Midnight стратегиясында жалпы міне қараңыздар. Міне, біз көріп тұрмыз, сессияны қосқан кезде бізде таңғы сағат 9-да бізде не ашылады, сызық пайда болады. Міне. Сызық пайда болады. Сызық пайда болғаннан кейін соны қараймыз. Бізде сызық пайда болғаннан кейінгі бір сағат қозғалыс бізде осы сызықтың үстінде жалбыратын болса, значит одан кейін обязательно осы сызықтың астына қарай келеді стратегия бойынша. Бұл обязательно зат. Егер стратегияның үстінде болады, сызықтың үстінде жалбыратын болса. Например, мына жақта көреміз. Бізде мына жақта New York Midnight стратегиясы келді ғой, міне, New York Midnight несі шықты, зона сызығы. Бүйтіп зонаға болсақ та болады даже. Міне. Баға не етеді? Міне, баға астында жалбыратын болса, значит біз одан кейін не болады? Біз қандай движение күтеміз? Егер астында жалбыратын болса, біз long движениесі күтеміз. Неге дейін? Осы New York Midnight зонасына дейін. New York Midnight зонасынан кейін обратно қайтып біз шорт кірсек болады. Неге? Өйткені бұл зонаны зона ретінде қарастырсақ болады. New York Midnight зонасын жалпы біз ретест жасау үшін келген зона деп қарасақ болады. Ретестке. Өйткені New York Midnight'та бізде ол Америка уақыты бойынша таңғы сағат кешкі сағат 9 ба, таңғы сағат 9, таңғы сағат 9-да бізде New York Midnight несі ашылатын болады. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, мысалға. Например, бізде неседі баға New York Midnight'ның үстінде жүрді, жабылды мысалға. Значит, ол обязательно неседі, үстінде жалбыратын болса, астаға қарай осы New York Midnight'ты тест жасауға келеді, и потом барып өзінің движениесін жасайды. Например, мына жақта міне баға неседі астында болды, ол келді, обратно обязательно осы зонаға қарай, лонгқа қарай жүріп берді. Дәл осындай момент мына да мысалға, міне баға бірінші неседі, New York Midnight бағасына бірінші астаға қарай құлады, одан кейін тест жасауға келді, тестін жасады, и обратно қайтып қалды. Көрдіңіздер ма? Значит, не болады? New York Midnight'тағы бір сағат не бізде қайтып обратно орындау керек деген сөз. Бірақ бұл стратегия 100% орындайды деген нәрсе емес. Неге? Өйткені, как уже по не бойынша қарасаңыздар, басқа да факторлар керек болған. Чтобы контекст бойынша, я болмаса там ол жақта басқа бір ликвидность болуы мүмкін, я болмаса имбаланс болуы мүмкін, я болмаса басқа да блок түрі болуы мүмкін. Сол үшін, тек қана ойбай New York Midnight деп, тек қана бір нені қолдануға болмайды. Басқа да факторлар әсер етуі керек. Түсінікті деген ойдамын. Мысалдарға, мысал түсіндіңіздер деген ойдамын. Сол видео ұнаса лайк басып, келесі видеоны күтіңіздер.